Армысыз, эфирде өз бизнесім хабары. Бүгін көретіндеріңіз. Смотря какие цены предлагают, качество, там выбор большой. Қуырылған пістені кәсіпке айналдыру мүмкін бе? Осыдан бірнеше жыл алдын ғана пісте сатуды апа-әжелеріміз қолға алған болатын. Ол саудагерлердің қолынан пісте алып шақпаған замандастарымыз кемде-кем болар. Зейнеткерлер үшін бұл кәсіп нәпақа табудың көзіне айналды. Оның үстіне қуырылған пістеге сұраныс үлкен болатын. Қуырылған пісте саудасын пайда көзіне айналдыруға болатынына көз жеткізген азаматтар бұл кәсіпті лезде-ақ өз қолына алды. Осыдан келіп пістенің түр-түрі шыға бастады. Бұрынғыдай ашық-шашық сату жоқ, пісте арнайы пакетте шыға бастады. Дизайн, технологии, коллектив. Дизайн, заманауи құрылғылар, ұжым, бірлескен жұмыс болуы қажет. Өйтпеген күнде кәсібіңіз алға баспайды. Ең бастысы анализ қажет. Представителей. Все это связано с... Жобаның мақсаты қуырылған пісте шығару. Өнім жылына 264 мың дана. Жоба құны 2,7 миллион теңге. Бір жарым жыл ішінде өзін-өзі ақтап шығады. Қуырылған шекілдеуік тіске бастар санатына жатады. Сол себепті де бұл өнім тез арада сатылып кетеді. Сұраныс та үлкен. Тұтынушылар да жасқа қарамайды. Жас баладан бастап еңкейген қарияға дейін пісте шағудан бас тартпасы анық. Оның себебі мынада. Шекілдеуікті сатып алу жасқа қарамайды. Қай жерде болмасын, яғни үйінде, жұмыста, сыртта пісте шағуға мүмкіндік бар. Адам денсаулығына да зияны жоқ. Расходный материал, упаковочный материалы. У нас два источника. С Алматы покупаем. Өнім қазақстандық қана. Алматы, Тараздан, ал қара шекілдеу қажет болса, Семейден аламыз. Пісте салатын қапшықты Алматыдан немесе Қытайдан сатып аламыз. Әркімнің өз еркі бағасына байланысты. Ну и сырье берем с Казахстана, только в Чемкентской области, Жамбылской области основные. Другое сырье с Северного Казахстана, где там сажаются черные семечки. Это Усть-Каменогорск, Семей. Бұл кәсіпті ашу үшін сізге ең алдымен кең бөлме қажет. Қай жерде орналасқанына көңіл бөлмей ақ қойыңыз. Қаланың шет жағынан ғимаратты жалға алып, қаржыңызда үнемдеуге болады. Кейінгі кезең арнайы құрылғы сатып алу. Ең тиімдісі заманауи техниканы бір жерден сатып алғаныңыз дұрыс. Бүгінде ондай жабдықты сатып алу аса қиындық туғызбайды. Купили недвижимость, небольшой домик, заказали станки. Басында шағын ғана ғимарат сатып алдық. Кейіннен жабдықтарды Қазақстаннан сатып алдық. Қолымыздан келгенше оны өзімізге тиімді етіп қайта құрастырдық. Кейіннен Беларусияның арнайы құрылғысына көзіміз түсті. Енді саудаға келер болсақ, бұл кәсіпте даналап сатудан пайда табуыңыз екіталай. Көтерме саудаға кіріскеніңіз дұрыс. Үлкен сауда нүктелеріне, көше бойындағы немесе шағын аудандардың ішіндегі сауда нүктелеріне, көтерме сауда орындарына. Көбінде Алматы мен оңтүстіктің сауда нүктелеріне көтерме бағамен сатамыз. Басқа жаққа тауарға әзірге мүмкіндік жоқ. Бәсекелестік бар жерде тауарды сатуда қиындық туғызары сөзсіз. Сол себепті ең алдымен әр қадамыңызды жоспарлап, сараптама жасау қажет. Бәсекелес кәсіпкердің өнім бағасын байқаңыз. Түрлі жеңілдіктер жасау қажет. Өніміңіздің бағасын кәсібіңіздің шығысымен қарастыра отырып қойыңыз. Сауда болған соң, сауда нүктелеріне төлемдерге қатысты жеңілдіктер жасаңыз. Ну, в первую очередь, он сначала рынок пусть изучит. То, что он хочет производить, не обязательно семечки, другой товар. Ең алдымен анализ жасап, кәсіптің қыр-сырымен танысу қажет. Қазір ғаламтор бар ғой, барлық мәліметті сол жақтан алуға болады. Бұл тек шекілдеуікке қатысты ғана емес, қай кәсіпті қолға аламын десең де анализден бастау қажет. Востребованные или что-то новое, оригинальное, поискать. Ну, в интернете сейчас популярно. Поискать, поспрашивать. Ну, как говорят, модно говорить, мониторинг делать.
первоначально у нас было свои средства, потом для расширения, когда дела хорошо пошли, у нас показали свои дела, изучили банки, нам предоставили кредит, и не раз кредит. Қаражатымыз азы кеткенде банктерден несие алатынбыз. Бірін жауып екіншісін алдық. Бүгінде бұл жүйе жақсы жолға қойылған. Для предпринимателей мы можем предложить очень удобный инструмент. Это универсальную кредитную линию, которая будет... Кәсіпкерлер үшін арнайы әмбебап несиеміз бар. Біріншіден қаржылай көмекті 5 және 7 жылға дейін уақытта ұсынамыз. Сондай-ақ кәсібінің желісін кеңейту үшін де несие қарастырылған. Ол 2-3 жылға беріледі. Ал тендерге қатысам деген кәсіпкерлерге кепілдік бола аламыз. Маңызды мәселелердің бірі өніміңіздің сапасы. Көпшілікке ұнаса, сатып алушылар да көбейе түсері даусыз. Әрине, сауда нүктелері де тек сіздің пістеңізді сатып алатын болады. Опять упирается вопрос рекламы в первую очередь. Ең бастысы жарнама қажет. Теледидар арқылы жиі көрсетілген өнімге сұранысты болар сөзсіз. Және әрине жұмысқа белсене кіріскеніңіз де абзал. По льготным ценам рекламу. Ну и плюс самому надо хорошо работать. То есть не быть лентяем. Бүгінге осы, келесте қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.